Эфирде кезекті байлайық бағдарламасы. Самая вышка! Или нәскидің ішіне тақып қойып отырсың ба үйде? Дұрыс жауап жоқ. Баттау мане! Найман қыздың несі бар? Донер жеймін бүгін. Жоқ, мен айтып, инвестор... Кім? Айдана, қош! Ассалаумағалейкум, құрметті ханымдар мен мырзалар. Эфирде кезекті байлайық бағдарламасы. Байлайық бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан банк. Мақсаты қарапайым халықты қаржылық сауатқа үйретіп, керемет тақырыптарды қозғаймыз. Қаржы сауатына байланысты және де толыққанды сіздерге біздің лайфхактарды береміз. Яғни біздің қонақтардан. Қонақтарымыз студиямызға қош келдіңіздер. Біз сіздерді таныстырып өтейік. Актер Артур Төлепов, елімізге танымал актер, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Актер Шахмардан Әлмахан, құрмет қошеметтеріңіз. Актриса Айдана Сахари, блогер, продюсер, кино продюсер, шапалақ құрмет қошемет. Және де әнші Артур Давлетьяров. Қош келдіңіздер. Маған да актер болу керек. Бәрі актер болып кетті. Енді бірақ енді сіз де артистсіз. Өйткені сіз әншісіз. Құрметті достар, Шах, қош келдің. Сенің соңғы туындыларыңызды көріп жатырмыз. Енді қадам басып келе жатсың, бұйыртса халықтың жүрегінен орын алып, әлі талай атың шығады. Ойынның шартын түсіндіре кетейін. Алдарыңызда 5 бөлімнен тұратын ойын алаңы жатыр. Бөлімдер: тесік қалта, бизнесмен, инвестор, меценат және жусан деп аталады. Тесік қалта бизнесмен бөлімдерінің сұрақтары оңай әрі жауап нұсқасы жоқ. Инвестор, меценат бөлімдерінің сұрақтары қиынырақ десе де жауап нұсқалары бар. Ал соңғы бөлім жусанға жеткен ойыншыға біз өте қиын сұрақ дайындап қойдық. Әр дұрыс жауапқа 10 жусанмен келесі бөлімге өту мүмкіндігі беріледі. Қате жауап берсеңіз, жусан да берілмейді, келесі бөлімге де өте алмайсыз. Айтпақшы, екінші бөлімнен бастап қарсыласыңыздың сұрағына жауап беру мүмкіндігі бар. Дұрыс жауап берілген жағдайда 20 жусан еншілейсіз. Қате жауап берсеңіз, 20 жусаныңызды алып тастаймыз. Сондай-ақ 10 жусан төлеп, қосымша көмек сатып аласыз. 20 жусан төлеп, келесі бөлімге өте аласыз. Жусан алаңының сұрағына дұрыс жауап берген адам жеңімпаз атанып, жинаған жусанын ақшаға айналдыра алады. Сәттілік! Құрметті достар, біздің қонақтарымыз ойынды бастамас бұрын қалталардың түсін біз таңдап алыңыздар. Қайсысын таңдайсың? Оранжевый. Оранжевый. Жусан. Мен таңдауым келеді. Сіздікі? Мен ал, қыз бала алып кет бар. Онда мына ақ оранжевый берінші. Ақ шақтікі. Ойлайтам, Артур. Енді екі бірдей Артур қарамарсы отырып апты сізге. Қарасы сізге сұрап. Болды, ойнай берме таста. Яғни осы сіздердің қалталарыңыз, сіздердің қандай деңгейде жүргендеріңізді анықтайтын, айқындайтын бірден бір құрал. Тамаша, олай болса, біз бағдарламамызды бастаймыз. Біздің бағдарламамызды көріп жатсаңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, және де белсенді қатынасып отырған көрерменге тұрақты серіктесіміз Жусан банктың атынан керемет сыйлықтарымыз бар. Сыйлықтан қапы қалмаңыздар. Артуржан, қош келдің. Рахмет. Енді біз сені Райм Артур деген топтан білеміз. Самая вышка деп бірақ хитпенен бүкіл хит-парадтың вышкаларына шығып алды. Шайқадыңдар, сілкідіңдер, бәрімізді трансқа жібердіңіздер. Халық әні болып кетті деп айтпасам да, жастардың әні, жастардың сүйікті группасы болдыңыздар. Қазір Артур өзің сольный карьераңды жасап жатсың. Саған сәттілік тілейміз. Сұрақ, бірінші сұрақ сенікі. Уже? Картаның екінші жағындағы CVC коды немесе 3 цифр көп жағдайда не үшін қажет? Интернет банкингті төлегенде запрос жібереді. Сол үшін. Сен кодың ғой, в общем, ешкім білмейтін. Ешкім білмейтін. Тек сен ғана білесің бұны. Яғни оны ешкімге айтпайсың? Ешкімге айтпайсың, тек қана өзің. Сол үшін керек. Иә. Қарсылық білдіріп капитал жинайсыздар ма? Қосса болады, қауіпсіздік мақсатында. Қауіпсіздік мақсатында. Яғни бұл пікір алмасу болады. Егер де қарсылық білдіріп капитал жинайын білсеңіздер, қолдарыңызды көтеріңіздер. Сұрақтың жауабы алынды. Дұрыс жауап ғаламторда төлем жасау үшін қолданылады. Дұрыс жауап бердіңіз. Артур, шапалақ құрмет қошеметтеріңіз. Артур,
10 жусанды Артур, сіз қаншағыңызға байладыңыз, және де сіздің түсіңіз қандай еді? Ақ, яғни тесік қалта алаңынан бизнесмен алаңызына өттіңіз. Тамаша. Енді сіз басқа біреулердің сұрағына жауап беріп, өзіңізге капитал жинай беріңіз. Шах, қалайсың, жақсысың ба? Жақсы, шүкір. Кинодан сен миллион таптың ба? Жоқ, әлі тапқан жоқпын. Әлі тапқан жоқсың. Артур миллионер атанды деп ойлаймын. Қаншама киноға түсті. Сіз ше? Таптым. Кинодан емес, блогерлерден тауып алған. Жарнама жасап. Бәріміздің тапқан сияқты. Киноның ақшасы тез табыла ма, әлде блогерлік ақша тез миллионерге жеткізе ма? Блогерлік. Блогерлік. Әрине. Бұл енді сөзсіз. Ал блогерліктен тапқан ақшаның салығын кімге көрсетіп жатсың? Салық төлемейсің ба? Қазақстанның жеке тұлғасы ретінде. Все, болды. Артур, енді мен сізді миллионер деп толықтай айта аламын, қателеспеймін, өйткені қаншама стадионды жинап, сіздер сілкідіңіз, турне жасадыңыз, тіпті Москваға да, шетелге де барды, Дубайдың қазақтарына концерт қойды. Қателеспесем, Америкаға да барып қайтпаған екен. Дұрыс болды десек. Ал, Шах, сізге сұрақ, тесік қалтаның сұрағы. Сұранысқа әсер етпейтін фактор. Сұранысқа әсер етпейтін фактор. Осы общий фактор. Білмеймін барам. Жоқ, осы. Жалпы, сұранысқа әсер етпейтін фактор. Сұраныс деген, яғни спросқа әсер етпейді. Ол спрос жүре береді. Ол фактор оған әсер етпейді. Сұранысқа әсер етпейтін фактор. Яғни біз бағана ғана осы мен Айдараға сұрақ қойдым ғой. Аха. Аха сен Тараздансың ау дейме? Жоқ. Тараздықтар ғой аха деп айтатын. Кеттік. Сұранысқа ие болмайтын фактор творчество. Қаржыға не қатысы бар творчествоның, сен творчестволық адамсың, бірақ бұл қаржылық сауатты арттыратын бағдарлама. Сұранысқа әсер етпейтін фактор. Міне, ең бастысы сен үкіметке керегін беріп отырсаң, сенің жұмысың жүріп отырады. Салық. Қабылдаймыз ба? Қарсылық білдірмейміз ғой. Дұрыс жауап. Сұранысқа әсер етпейтін салық қой енді. Сіз салығыңызды төлеп отырсыз. Ешкім ештеңе демейді. Сізге ешкім тиіспейді. Сіздікі қайсы еді? Сұр ма? Тесік қалтадан бизнесмен қалтасына өттіңіз. Шахмардан шах плюс 10 сізге. Айдана. Сіз енді блогерлікпен ақша тауып жатсыз, актрисалықпен ақша тауып жатсыз. Сіз жалпы ақшалық операцияны көп істейтін шығарсыз, өйткені сізге ақша аударады. Сіз сол аударған ақшамен сауда саттық жасайсыз, интернет арқылы сауда жасайсыз, иә? Иә. Депозит бар ма? Бар. Конечно бар. Любой блогерде депозит бар. Ақшаны, ондай ақшаны деген үйде ұстай ма? Или нәскидің ішіне тақып қойып отырсың ба үйде? Секе салғыштың ішіне, кухняда. Ол мен сөйтіп тағатым. Сен ба? Мен сөйтіп тағатым, депозит жоқ менде. Сұрақ сізде, Айдана. Бағалы қағазды ата. Акция. Акция, сосын келісім шарт. Келісім шарт, договор яғни. Иә. Қарсылық білдіріп капитал жинайтындар бар ма? Жоқ. Дұрыс жауап па? Қабылдаймыз ба? Иә. Стоп. Дұрыс жауап. Акция, шапала құрмет қошеметтеріңіз. Міне, тесік қалтадан бизнесмен қалтасына өттіңіз. Плюс 10 сізде капиталыңызда бар. Артур Төлепов керек сізде. Артур, жалпы қаржылық сауаттылығыңыз қаншалықты деңгейде деп ойлайсың өзің? Өйткені мен сені білемін, сен стримге қатысып қаншама миллион тауып жатсың TikTok'тан. Жалпылама 10 деп алатын болсақ, соның бір 3 десек болады. 3. Қазір енді сұраққа байланысты. Өзіңізді ойтып бағаламасаңызшы, сіздің деңгейіңіз меніңше 10-ға 3 жетпейтін сияқты. Ал, сұрақ, тесік қалтаның сұрағы. Мерзімсіз, мерзімді жинақ. Бұл 3 сөз қандай қаржы салым түріне жатады? Мерзімсіз, мерзімді жинақ. Біздің сұрақтарымыздың жауабын біз осының алдында бәрін талқылап тастадық та. Сол талқылап тастаған тақырыптардың жауап сұрақтары келіп жатыр да. Нақты әрі соңғы шешіміңіз ба? Капитал жинаймыз ба? Қарсылық білдіріп? Жоқ. Депозит. Депозит. Дұрыс жауабы. Депозит. Шапала құрмет қошеметтеріңіз. Тесік қалтадан бизнесмен қалтасына өттіңіз. Плюс 10 сіздерде. Олай болса, менің әріптесім Сая. Осы айналымды қорытындылайықшы, бізде қанша капитал жиналып жатыр? Кімде, қандай дәрежеде?
Қайырлы кеш көрермендер. Сонымен бірінші айналым нәтижесі бойынша Артур Мырзада плюс 10 жусан, Шахмардан Мырзада плюс 10 жусан, Айдана ханымда плюс 10 жусан, Артур Мырзада плюс 10 жусан. 10 жусан, яғни барлықтарыңыз, алаңдарыңыз, яғни статустарыңыз бірдей, капиталыңыз бірдей. Қазір біреудің капиталы өсет, біреу минусқа кірет, сол кезде сіздердің бір-бірлеріңізге деген қарым-қатынастарыңыз осы кезде білінеді. Тартыс, шайқас, жеңіске жету деген мақсат болады. Артур, тағы да қош келдің. Сұрақ сізге. Мен білуімше, сіз кішкене орыс қолдылаусыз ба, әлде қалай? Ойыңызды орыс тілде жеткізу оңайырақ па? Маған бәрібір дейсіз ба? Маған бәрібір. Адам Смиттің пайымдауынша, бұл халықты байытудың жалғыз жолы және кез келген мемлекеттің дамуын көрсетіп, оған сұранысты арттырады. Экономист не туралы айтып отыр? Мәссаған. Адам Смиттің пайымдауынша, бұл халықты байытудың жалғыз жолы. Логикаға саласың ғой енді. Халық не істегенде байиды? Мемлекет не істегенде байиды? Вложение жасағанда, бизнес ашқанда. Бизнес ашқанда. Яғни бизнес ашу дегеніміз әрекеттену. Әрекеттену, экономика. Көтеру. Экономика көтеру, сол. Осының барлығын айналып келгенде не дейміз? Бизнес дейміз. Тағы? Экономика. Тағы? Экономист айтып тұр ғой соны. Қарапайым сөз ғой, Құдай-ау. Мысалы, мынадай тұжырым бар. Адам бір кездері сөйтіп миымызға құйды, маймылдан жаралды дейді. Бұл бір философтар жоқ. Адамды адам қылған, болды, арға ештеңе етпейін. Аузына шалып беріп отырмын. Қарсылық білдіріп капитал жинауға болады. Мен. Болды, тұра бер, қазір жауабыңды айтасың. Соңғы нақты жауабыңыз, Артур Мырза? Ақша? Ақша? Адамды адам қылған ақша емес шығар, адамды адам қылатын не? Кішкентай бала жүрердің алдында не істейді? Бірінші. Тұрып жүріп кеткеннің алдында бірінші не істейді? Күшті подсказка, Сөйлейді. Уйбай, мынау совсем. Кішкентайың бар емес пе? Сен кішкентай балаң бірінші жүрмей тұрып... Мен сөйлеп кетті. Кетші енді. 8 айлығында сөйлеп кетпеген шығар енді. Кішкентай бала бірінші... Қиналмайыншы. Жауабың жоқ па? Жоқ, жауабың жоқ емес. Экономика, ақша деп жатыр. Сіздің сұрағыңыз, жауабыңыз? Еңбектену. Стоп, дұрыс жауабы. Еңбек қой, еңбек. Мен айтып отырмын ғой, тұрып кеткенге дейін, жүріп кеткенге дейін кішкентай бала не істейді? Еңбек дейді ғой. Өкінішке орай қаншама подсказка бердім, мен Артурға жерлесім ретінде десем ойнай айтамын, ондай менде ешқандай жоқ. Әнші Артур Давлетьяров, сұрағыңызға жауап бере алмадыңыз, және де сол алаңда қала бересіз. Минус 10 жусан, сіз сұраққа дәл жауап бердіңіз, плюс 20 жусан капиталыңызға келіп жатыр. Айдана, ең бай Айдана болып шықты бізде. Ал, Шах, сізге сұрақ. Акцияның номиналды құны дегеніміз не? Акцияның номиналды құны. Мен енді Жусан банктың акционерімін, 14% акция менікі, сондықтан да Жусан банктан маған шығын шыққан қаламай, маған кіріс керек. Сондықтан да мен сендерге дұрыс жауап айтсаңызда да мен сіздерді жолдан тайдыруым бек мүмкін. Шах, тыңдап тұрмыз. Енді мен жаңа ғана енді кіріп жатырмын. Несіне? Вообще ойынға. Акцияның номиналды құны менің түсінігім бойынша. Ең бірінші құны. Ең бірінші құны. Банктың өзінің беретін проценті ма? Кешіріңіз. Жоқ, кешірім сұрамай-ақ қой. Менің сөзіме, менің интонацияма, ишарама мән беріп отырыңыздар. Мен сендерге көп подсказка беріп жатырмын. Қайттан ишара айтыңызшы сонда. Десең. Ал, мен сізге қазір ғана жауабын айттым. Қазір ғана. Жауабын айттым десе жауабы. Дұрыс, әрі нақты жауабыңыз. Осы жерде қарсылық білдіріп капитал жинап алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бар ма, жоқ па? Жоқ. Дұрыс жауабыңыз? Дұрыс жауап жоқ. Қошей. Сондай болып тұр. Даттау мани. Даттауы солай болып тұр. Ал, дұрыс жауабын тыңдайық. Акцияның шығарылған кездегі алғашқы құны, ең бірінші құны деп мен сізге айтып қалдым осының алдында. Шах, сізге минус 10, сіз өзіңіздің позицияңызда қала бересіз. Ал, Айдана ханым, қазір осы
төрт ойыншының ішіндегі жалғыз нәзік жанды өзіңізсіз және ең бай сізсіз. Жалпы тұрмыс құрмай жатып, қыз баланың бай болғаны жақсы ма? Өте жақсы. Қыздар. Мысалы, кейбір ер азаматтар сезімді ысырып қойып, бірінші есепте бақ дәулетті есептеп барып, одан кейін бір жақсы көріп кетуі мүмкін емес пе? Ол да мүмкін әрине. Жалпы ақшаға қадалған кезіңіз болды ма? Сізді лақтырып кеткен, я болмаса үлкен суммада сіз бір қиыншылыққа түсіп қалған сәттеріңіз? Болды әрине. Арттарына шүгірек шығар енді, иә. Әппәдем болып, сені кім лақтырып жүр? Негізі өнер жолы қиын деп жатады ғой. Анан қара. Біздің кино Саласында. өнер саласында ондай сәттер болып тұрады. Бізде актерлар білетін шығар. Шахмардан бірге түсіп едік қой. Шахмардан помнишь, сенің досың екеуің мені лақтырып еттіңдер, соны айтайын деп тұрмын десе. Сендер ақша туралы айтып жатсыңдар ғой? Иә. Киноға жақындама. Жоқ, енді ондай сәттер болды әрине. Бірақ Найман қыздың незі бар. Сіз наймасыз ба? Әрине. Мақсатыма жету деген нәрсе бар. Мақсатыма жету деген нәрсе бар. Ұрсып жатып, талап жасап жатып, өзіме алып алатын кезеңдер де болды. Яғни кез келген қиыншылыққа мойымай, артқа тастап, алға қойған мақсатқа жетуге барынша еңбектенем деп отырсыз. Дұрыс, бұл әдемі қағида. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызды көріп отырсаңыздар, қазір ғана Айданадан керемет лайфхак естідіңіздер, пікір қалдырыңыздар, және де лайк басыңыздар. Айдана, сізге сұрақ. Ақша нені ұнатады? Ақша өсуді ұнатады. Өсуді, сосын? Жиналғанын ұнатады. Өсе бергенін ұнатады. Сосын? Біреу айтады ғой, әй, құрғырды тасташ, не, көбейіп кетеді деп ойлайсың ба, дейді. Тиянақтылықты ұнатады. Тасташы, нете бермей, көбейетіндей құсап деп айтады. Жұмыс етіп жинай берген Мысалы, мен сізден бірдеңе сатып алып жатырмын. Сіз 20 мың теңге дедіңіз, мен сізге 20 мың теңге төледім. Алдыңыз не істейсіз бірінші? Бәлкім мен алдап кетуім мүмкін шығармын, 19 мың беріп қоятын шығармын. Ақша дер кезінде төленгенін ұнатады. Яғни жиналғанын ұнатады. Айдана. Енді ақша көп нәрсені ұнатады, бағаны ұнатады. Орыстарда сондай мақал бар, ақша жақсы көреді дейді. Орыстарда мақал бар. Ақша үстінен ақша қосылғанын ұнатады. Копеечка копеечку бережет. Қарсылық білдіріп ақша табатындар бар ма? Шахмардан. Нақты соңғы жауабыңыз? Мен де қате жауап беруім мүмкін. Соңғы жауабыңыз? Сіз маған соңғы бір подсказка берсеңіз. Орыстарда сондай мақал бар. Ақша соны жақсы көреді дейді. Копеечка копеечку любит или какое? Тиын-тиынды жақсы көреді. Мен айтайын ба? Ал, бірінші Шахмардан қол көтерді. Жауабыңыз? Ақша жұмсаған жақсы көреді. Жұмсағанды, сіздікі? Жиналғанды. Сатырлатып? Санағанды. Санағанды ұнатады. Санағанды. Дұрыс жауабын тыңдайық. Санағанды ғой, деньги любит счет деп мен орысша мақалды беріп отырмын. 20 мың теңге сіз бергеннен кейін не істейсіз? Бірінші санамайсыз ба? Бәлкім мен сізге 19 мың беріп қалуыңыз мүмкін деп мен сізге қаншама подсказка бердім, Айдана. Сіз өзіңіздің Айдана бизнесмен алаңынан инвестор алаңына өттіңіз, бірақ сіздің сомаңыз плюс 5 болады. Өйткені нақты жауап болған жоқ, бірақ жауап күрделі, жан-жақты болды. Айданаға плюс 5. Сіз енді сол Айдананың жауабын қайталап бердіңіз, плюс 20 болмайды, сізге плюс 5 капиталыңызға қосылады Шахмардан. Хотя бы. Ол да шүкір айту, нан мен май секер алсаң да қайда жатыр. Артур ханым деп бұл, Артур мырза, сізге сұрақ. Инвестиция деген не? Инвестиция деген, мысалға, біздің мына Қытаймен қазір келісімшарт болып жатыр ғой. Ол деген сөз біздің мемлекетімізге инвестиция, жалпы жаңа бизнесмендер, жаңа үлкен ақшалар құйылады. Қытай не үшін өзінің ақшасын келіп бізге құяды? Өйткені олар өздерінің жаңа капиталдарын өсіреді. Яғни белгілі бірдеңе құя ма? Неге құяды? Олар акцияға құяды, компанияларға құяды, мемлекетке құяды. Ары қарай. Инвестиция менің ойымдағы инвестиция сол жалпы. Яғни бір мемлекеттен пайда көру үшін құятын затты айтады. Қарсылық білдіріп капитал жинамаймыз ба? Жоқ, дұрыс жауабы.
пайда табу мақсатында ақшаны бөлу. Дұрыс айттыңыз, дұрыс. Инвестиция, яғни мемлекетке ақша құят пайда табу жағынан өсіру үшін дедіңіз. Артур мырза, қайсысыз сіз? Мен қара. Қара, Артур мырза инвестор болып Айдананың артынан жетіп келді. Артурға плюс 10. Сая ханым, осы айналымның қорытындысын тыңдайықшы. Екінші айналымның қорытындысы осындай. Артур мырзада 0 жусан, Шахмардан мырзада плюс 5 жусан, Айдана ханымда плюс 35 жусан, Артур мырзада плюс 20 жусан. Тамаша, арғарай жалғастырайық. Міне, ең бай Forbes журналының мұқабасында тұрған Айданаға бір құрмет қошеметтеріңіз. Айдана 35 жусан, яғни Айданада 35 мың теңге бар деген сөз. Бәлкім ол жусанға жетіп, өзінің тапқан капиталын екі еселеуді бек мүмкін. Сізге сұрақ, Артур. Америкалық инвестор әрі кәсіпкер Роберт Кийосакидің қаржы туралы кітабы қалай аталады? Бұл әлемдік бестселлер, қаржы сауатын ашатын. Сіз капиталға құюға сұрақ жауап бересіз. Артур, Роберт Кийосаки. Богатый, бедный папа. Білмеймін. Сол ғой енді. Дұрыс па? Иә. Дұрыс емес па? Соңғы әрі нақты жауап? Сол бедный папа, богатый. Сіздің қарсылық білдіретін жауабыңыз? Дұрыс. Богатый папа, бедный папа. Дұрыс жауабын көрейік. Шабала құрмет қошеметтеріңіз. Артур мырза, сіз қайсы едіңіз? Сұр? Мен ақ. Ақ. Артур мырза инвестор алаңына өтті. Плюс. Актерлар, айранмен алғаш кәтті болады. Айранмен. Ал сіз дұрыс жауаптың үстіне дұрыс жауап бердіңіз. Плюс 20 емес, плюс 10 Артур мырзаға. Артурға көмектесіп жатыр. Артур врозин дейме қалай еді? Артур с Артуром брат. Артур с Артуром брат. Есіл штөк десің. Ал Шахмардан жалғыз өзіңіз қалып қойдыңыз бизнесмен алаңынан. Жолын берсін. Сізден енді өзіңіздің достарыңыздың артынан ентелеп келу керексіз. Құлағым айтасың. Шах. Құлағың айтайын бейлі? Тәп-тіке мыналарға айтайын. Құлақтарын жабыңдар деп айтайын. Екеуміз сөйлесіп алайық. Шахқа сұрақ. Құнды қағаздарды сатып алатын адам. Құнды қағаздарды сатып алатын адам. Сол жауап десе. Құнды адам десең. Құныққан адам. Қоймайтын адам. Жалмауыз де. Құнды қағаздарды сатып алатын Сіз адам. қарсылық білдіріп, капитал тапқыңыз келіп отыр ма? Дайын отырыңыз. Кәсіпкер адам. Кәсіпкер адам. Келе жатырсың. Кәсіпкер адам. Сосын. Анан көтергенде бір не бар ма мағына? Бар ғой. Кәсіпкер адам. Олигарх адам. Олигарх адам. Сосын. Сон синоним бар ғой? Яғни дұрыс жауабыңыз кәсіпкер олигарх. Сіздің қарсылық білдіретін жауабыңыз капитал жинау үшін, Айдана ханым, 35 капиталы бар, әлі тоймай жатыр. Акционер кәсіпкер. Так, акционер кәсіпкер дейсіз, да? Инвестор. Дұрыс жауабыңыз нақты, әрі соңғы жауабыңыз. Кәсіпкер. Инвестор. Болды, қабылдадық. Кәсіпкер инвестор, сіз кәсіпкер олигарх. Стоп. Дұрыс жауабы. Инвестор! Мен мынаны көтеріп, бейтіп, лақтырып отырмын ғой. Не үшін мына инвестор емес па? Сен соны байқап қалдың да, бірақ арғарай соны талқыламадың. Басқалай кетіп қалды. Сұрағың енді олигарх та дұрыс, кәсіпкер де дұрыс, сен өз алаңында қала бересің. Енді олигарх инвестор болып плюс 5 сізге ұпай қосылады, өйткені сіз нақты жауап бере алмадыңыз. Шахмардан қайдасың? Онда мен самса жеймін. Ал сіз Айдана плюс 20-ны иемдене алмайсыз, өйткені сіз кәсіпкер дедіңіз, одан кейін барып инвестор деп айттыңыз. Бірақ нақты менің жауабым инвестор десеңіз, мен сізге плюс 20 беремін. Сізге де плюс 5 беремін. Кім? Айдана, қошы! Айданаға плюс 5 ал. Айдана, өзіңізге келе жатырсыз. Меценат алаңына өтуге сізде сәлақ қалды. Bir сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 плюс 10 жусан аласыз, және де меценат алаңына өтесіз. Сұрақ. Мына сөздердің авторын табыңыз. Мен Нью-Йорк көшелерімен жүріп келе жатып, үйсіздерді көргенде олардың қандай бақытты жан екенін түсіндім. Олар менен 9,8 миллиард долларға бай. Көрдіңіз ба? 4
нұсқа бар. Өйткені сіз инвестор мен меценат алаңындасыз. Сұрақтың 4 нұсқасы: А. Дональд Трамп, А. Билл Гейтс, Б. Илон Маск, В. Қайрат Әділгерей дейсің. Уоррен Баффет. Енді сізде капитал көп, сіз көмекке жүгіне аласыз, сатып ала аласыз. Сатып алсаңыз 2 керек емес, нұсқаны алып тастаймыз. Әлде білесіз ба, нақты? Қаржы жинауға қатысасыздар ма? Артур дайын бол. Ойбой, бірінші кім қол көтерді? Артур көтерді. Артур көтерді. Енді Қайрат ағам, тағы да бір сұрап кетейін. Мен егерде дұрыс жауап бермесем, менің ақшам кетіп қала ма? Минус 10-ға кетіп қаласыз да, өзіңіздің алаңыңызда қалып қоясыз. Негізі бұл бұрын сонды бұл фразаны мен естіген болатынмын. Дәл қазір кішкене шатасып отырмын. Бірақ менің екі нұсқада ойлап жатқан екі кісі бар. Менің ойымша ол Билл Гейтс. Билл Гейтс, яғни сіздің интуицияңыз Билл Гейтс деп тұр ғой. Біліміңіз де Билл Гейтс деп тұр. Жауабыңыз қабылданды. Артур Давлетияров. Дональд Трамп. Дональд Трамп. Дұрыс жауапты қараймыз. А. Жауабы Дональд Трамп. Сізде капитал бар ғой, неге пайдаланбаңыздыңыз? Көмекке жүгінсеңіз қайтеді? Құдай-ау, Құдай-ау, Құдай-ау. Ол фразаны естідіңіз. Неге ол капиталды? Сіз бәрі минус 10 капитал сатып алсаңыз, мына жаққа өткен бойда плюс 10 капитал бірден қосылады деді ғой. Ай, жайдина, говядина. Артур мырза, плюс 20 қарызынан құтылып жатырсыз бала. Сіз өкінішке орай өзіңіздің алаңыңызда қаласыз және минус 10 сізден жусанды шегереміз. Хотя бы минус 5 алсаңызшы. Хотя бы ма? Құдай, не үшін? Енді мен ойладым осы Дональд Трамп, либо жаңағы. Жарайды, енді қиылып сұранып тұр екен, жалғыз арамызда отырған нәзік жанды сізге минус 20. Минус 5, жарайды, қиылып сұрап тұр екен. Ал, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ойын қызықтай түсті. Тесік қалтада төртеуіңіз бірдей капиталда басталған кезде сондай момақан болып отырсыз. Қазір уже бір-біріңізді артқа тістегенді лақтырып, алға келгенде бұрып, шалып, айтуыр мақсатқа келе жатсыз. Артур, сөз кезегі өзіңізде. Сұрақ. Мемлекеттік борыш дегеніміз бұл: А. Мемлекеттің тек өз халқына беретін қарыздары. А. Мемлекеттің өз халқына, шетел мемлекеттеріне, ұйымдарына, адамдарына қарызы. Б. Мемлекеттің тек сыртқы қарыздары. В. Мемлекеттің басқа елдің халықтарына беретін қарыздары. Қарсылық білдіріп капитал жинауға кім бар? Так, Артур, сұрақ қойылды, жауап өзіңізден. Мемлекеттік борыш, яғни қарыз дегеніміз бұл. Мемлекеттік борыш, қарыз, мемлекеттік қарызы. Біз айтамыз ғой, мысалы, ойбай, Қазақстан қарыз деп. Ишара беретіңіз бар еді ғой, жаңа. Дым ишара ешқандай жоқ, маған қарамаңдар. Телефон зындаған кезде ешқандай не жоқ, ол жеке, олай? Оған ештеңе. WhatsApp-тан жазып жіберсең. Мемлекеттің қарызы, мемлекеттің қарызы. Мемлекеттің басқа елдің. Қарсылық білдіріп капитал жинағыңыз келіп отыр ма? Қарыздан құтылып құтырайын деді. Дұрыс, тәуекелге де бар ғой. Халықтарына беретін қарыздар. Мен қолданайын. Қолдансаңшы, соны айтып отырмын. Капитал 10 жусан берді, 2 керек емес нұсқаны алып тастайық. А мен Б-ны алып тастадық дейді. А мен Б-ны алып тастадық, Ә мен В қалды. Қайсысы дұрыс? Уақыт шектеулі, жауабыңыз керек. Нұсқасы. Қабылданды. Қабылданды. Дұрыс жауап. Мемлекеттің өз халқына, шетел мемлекеттеріне, ұйымдарына, адамдарына қарызы. Сіз қайсысы едіңіз? Қап-қара. Қап-қара меценат алаңына өттіңіз. Плюс 10. Көрдіңіз ба? Шыққан шығыныңыз орнына келді және де алаңды ауыстырдыңыз. Яғни сіз ілгерілеп жылжып келе жатсыз. Ілгерілеу үшін, жылжу үшін тәуекелге бару керек. Сізге плюс 20 демей қойын, плюс 10 өткені дәл сол жауапты бердіңіз. Тамаша! Сая, бізде ойын барысы қызық болып келе жатыр. Капиталымыз өсіп жатыр. Алаңнан алаңға ойыншыларымыз қадам басып өтіп жатыр. Нақты қорытындыны тыңдайықшы. Үшінші айналым нәтижесі бойынша Артур мырзада плюс 40 жусан, Шахмардан мырзада плюс 10 жусан, Айдана ханымда плюс 35 жусан, Артур мырзада плюс 20 жусан. Ого, плюс 20. Ей, Артур Давлетияровта қалай плюс 40 болады? Қарызынан құтылып бәрінен, сен 20 қылып сұраққа жауап берген екенсің ғой.
Тамаша, тамаша. Сен қайда тұрсың? Мына жерде тұрсың ба? Бизнесменде сіз тұрсыз ба? Мен тұрмын жалғыз өзім. Дымда қылмайды қарағым. Кішкене талпыныңыз. Хорошо. Әрекеттеніңіз, қамшылаңыз өзіңізді. Кеттік, ары қарай жалғастырамыз. Сұрақ сізге, Артур мырза. Үнділер оны суния деп атаған. Арабтар сифр дейді. Қазір біз ол сифрді қалай атаймыз? А0, Ә1, Б2, В3. Сіз инвестор алаңындасыз. Менде қанша балл бар? 40 балл бар. Подсказка 10, иә? Иә. Онда подсказка алсын. Осы сұраққа бола подсказканы құртайын деп тұрсың ба? Онды сұрақ жауабын айтып тұр. Онда жауап бермесем 10 ұпай тоже минус, да? Иә. Онда Ә. Ә? Иә. Ә? Енді қарсылық білдіріп капитал жинайтын Айдана барсыз ба? Артур, не дейсіз? Шах. Бармын. Шах бар. Бәріне Тыңдап тұр. Қандай Айтайын ба? сіздің жауабыңыз? А. А0. Стоп, жауап қабылданды. Кеттік. 0. Өткені түріктер 0-ді 0 дейді. Цифр. Казинода ол 0 деп аталады. Бірақ 0 болса таңдайсың ба? Енді, бірақ ол 0 ол цифр болып танады. Өткені 1-2 ол уже өлшемді, мөлшерді айтады. 0 ештеңені айтпайды. Ол солай, сол қалпында қала береді. Шахмардан, көрдіңіз ба? Тәуекелге бардыңыз. Плюс 20 сізге, Шах қайдасың? Плюс 20 сізге минус 10 және де өзіңіздің позицияңызда қала бересіз. Шах, сізге сұрақ. Адамның табысы өмірлік қажеттіліктерге де жетпеген жағдайды қалай айтамыз? Өмірлік қажеттілігіңе де жетпейді сенің. Тауып атқан жалақың. Ештеңеге жетпейді, анаған тартсаң, мынаған жетпейді, мынаған тартсаң, анаған жетпейді. Өмірі қарыз алайын десең, бұл қарызды өтей аласың ба, өтей алмайсың ба, білмейсің. Сондықтан да ондай адамды қалай атаймыз? Жоқшылық көріп келе жатыр, қиналып келе жатыр. Балашаға көп, ол балашаға аяқ киімге алмайды, киім жоқ. Қарсылық білдіріп капитал жинаймыз ба? Сонымен нақты әрі соң жауабыңыз? Не бермей ма не? А, Б дегенде. Жоқ, сіз мына жаққа өткен жоқсыз ба әлі? Мен өтпеген екен, мен әлі түсінбей отырмын ғой. Нақты соңғы жауабыңыз? Тоқырау. Кризис. Ол адамға қатысты емес, кризис ол фирмаға қатысты, адамға қатысты, жеке басына. Мен сенен ала алайын, сен бана меніңкінен ала алған жоқ. Соңғы нақты жауабыңыз кеттік ал. Шах. Кедейшілік. Стоп, сіздікі? Банкрот. Дұрыс жауап. Ол да компания емес. Кедейлік! Шапала құрмет, қошемет. Бизнесмен мен инвесторге өттіңіз. Банкрот ол адамға қатысты айтылмайды. Ол фирма, производство, заводқа қатысты айтылады. Артур, так, Шахмардан плюс 10. Артур, сен тағы да минус 20-ға артқа қарай құлдиладың, өкінішке орай. Айдана ханым, сіз қайдасыз? Сіз инвестордемін әзірше. Сұрақ сізге қойылады. Донорға жетеді пока, оның бар. Әлемдік валюта резервтерінің шамамен 61% осы валютамен ұсталады. А. Евро, Ә. Фунт стерлинг, Б. Доллар, В. Юань. Әлемдік валюта резервтерінің шамамен. Бірден жауап берейін? Бірден. Доллар. Нақты әрі соң жауап. Капитал жинауға қатысасыздар ма? Қатыса алмайсыздар. Дұрыс жауабы. Доллар, шабала құрмет қошеметтеріңіз. Инвесторге меценаттан өттіңіз, және де сізге актриса Айданаға плюс 10 қосылады. Дұрыс па? Ал, біз ары қарай кешімізді жалғастырамыз, яғни бағдарламамызды. Меценат алаңынан, Жусан алаңына өтсеңіз, сұраққа дұрыс жауап беріп, сіз бірден финалға түсесіз, капиталыңызды 2 еселейсіз, және де плюс 10 Жусан қосылады. Егер де дұрыс жауап бере алмай қалсаңыз, онда қиын болады. Сұрақ. Биткоинді қашан және кім ойлап тапты? А. 2005 жылы Илон Маск, Ә. 2006 жылы Харуки Мураками, Б. 2008 жылы Сатоши Накамото,
В 2010 жылы сэр Тим Короче, Бернерс-Ли. бұл Қарсылық білдіріп, бірінші қолын көтерді, капитал жинағысы келіп отыр. Артур, сізде бұл, короче, әмен Б-ның екеуінің біреуі. интуиция не деп тұр? Екеуінде, так, айтайын ба, бұл 2000 Харуки Мураками, Сатоши Накамото. Ё-моё. Так, 2000, все-таки бұл кім болатын сияқты? 2000. Сізде қанша ақша бар өзі Артур Төлеповте? Артурдың өзінде плюс 20 бар. Ал, Артур, подсказканы пайдаланасыз ба? 2008 Сатоши Накамото. Интуиция сізге солай айтып тұр. Иә. Біз қабылдаймыз, қарсылық білдіріп отқан Артур. Б. Яғни сіз нақты біліп отырсыз ба? Ойбай-ай, Мен айтайын ба? әп-әдемі келе жатқан балалар неге Мен осылай? айтайыншы. Сіз әшейін пікір алмасасыз. Жоқ, мен, да? Иә, өткен сізден бұрын қол көтеріп қойды. Екінші көтерген адам мен айтамын. Айта беріңіз. В. Сэр Тим Бернерс-Ли. Міне, бірден қолыңызды көтеріп тәуекелге басыруыңыз керек еді. Өкінішке орай. Біліп отырсаңыз, қол көтеру керек еді. Стоп! Жауаптар қабылданды. Дұрыс жауабы. Дұрыс! Артур, сенің интуицияң қандай тамаша. Сізге плюс 20 қосылады. Артур қайдасың, Давлетьяров, плюс 20. Бітті. Сіз меценат алаңынан Жусан алаңына өттіңіз. Сіздер үшін ойын өкінішке орай тоқтады. Финалға Артур бірінші жетіп алды, ода плюс 30 капитал. Дұрыс па, Сая, мен қателеспесем? Төртінші айналым бойынша Артур Мырзада плюс 10 жусан, Шахмардан Мырзада плюс 30 жусан, Айдана ханымда плюс 45 жусан, Артур Мырзада плюс 40 жусан. 40 мың теңге сізде бар. Жусан, финал, сұрақ. Мама, Артур. Басында Артур тіпті мына бағдарламаға түсінбей келді. Не бағдарлама өзі? Бұдан не ұтуға болады деп отқан адам қазір финалда отыр. Өзінің тәуекелін қосты, интуициясын тыңдады, білімін қопарды. Барлығы... Айдана, сен күшті келетір едің. Жылайсың ба? Жоқ, бағана Шахмардан сұрағына жауап берейін дедім кедерлік. Ойладым, кеде деп айтсам, эфирде дұрыс болмайтын шығар деп. Не қыласын эфирді ойлап, ақша табуды ойласайсың? Сол ғой, мен білейін. Құрметті достар, құрметті көрермендер, 4 ойыншымыз тартысты ойын көрсетті. Керемет капиталы жинай білді. Өздерінің алаңынан әдемі келе жатқан кезде бәрінен оза шауып Артур Төлепов финалға жетіп алды. Біздің бағдарламамызды көріп атсаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Финал, достар, Жусан алаңының сұрағы. Енді тағыда ескертіп қойын, пікір алмайсыздар сіздер. Жай отырасыздар. Тек қана финалда Артур сұрақ қойылады, өзінің 4 нұсқа жауабы, сонымен миы ашып отырады. Банкаралық есеп айырысулар қандай шот арқылы жүреді? А. Корреспонденттік шоттар. Ә. Қолма-қолсыз ақшалар айналысы. Б. Ағымдағы шоттар. В. Депозиттік шоттар. Банкаралық есеп айырысулар қандай шот арқылы жүреді? Корреспонденттік, қолма-қол, ағымдар шоттар. Енді мен ғана сіздермен сөйлей алам, жалпы пікір алмасалам. Сіз қазір жеңілдіктерді қолдан алмайсыз, өйткені сіз финалдасыз. Бірақ бір сізге подсказка. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазір іс-сапармен Ресейге келді. Ресейде жалпы жағдай қалай болып жатыр? Менің әріптесім Сабырхан, біз сізді тыңдап тұрмыз. Жауап бар. Қойшы, қандай жауап? Дұрыс жауабы? А. Корреспонденттік шоттар. Ал, енді мен білмеймін, менің жауабым сіз енді журналистикаға түсіп қалдыңызда, мен сізге айтып отырмын. Ресей мемлекетінен хабарласып тұрмыз. Жауап қабылданды. Мен сізге қандай әдемі көмек бердім, сіз басқаша түсініп отырсыз, бірақ сіздің ол да логикаңыз дұрыс. Дұрыс жауабы? Корреспонденттік шоттар! Шамбала құрмет қошеметтеріңіз. Мен шатастырам, өйткені Жусан банктан маған шығын шықпау керек, 14% акцияны егеріммін. Мен шатасама деп кішені битіп едім. Тамаша.
көрдіңіз ба, логикаға жүгінудің де бір үлкен пайдасы бар. Интуицияның өзінің бір жеткізетін жемісі бар. Бірақ тәуекелділік ол бағасы жоқ, бергісіз керемет шыңдарға жеткізеді. Ал, құрметті достар, 4 ойыншымыздың нәтижесінде бізге Артур жеңімпаз аталды. Өзінің 40 мың жусанын 2 еселеп алды, 80 мың теңгеге ие болды. Құрметті достар, Байлайк бағдарламасының тұрақты серіктесі Жусан Банк келген қонақтарымызға сый сияпаты бар, және де финалға жеткен жеңімпаз атанған Артур Төлеповке Жусан Банктың атынан сая көмекшім, келіңіз ортаға шығыңыз, біз сый сияпатымызды тарту етейік. Мына қараңызшы. Мына сейф. Жоқ, көре алмаймын деген. Көре алам. Қазақта мақал бар, Айдана. Ческа красава. Ол үшін байыса қуан, ол сенен ештеңе сұрамайды. Так. Мынау біріншіден Жусан Банктың атынан сізге сый сияпат, бірінші осы сейф. Бұл сыйлық. Сейфтің ішінде Жусан Банктың карточкасы, яғни сіз 80 мың тапқан ақшаңызды осы карточка арқылы ала аласыз, және тұрақты серіктесім Жусан Банктың автоматты түрде тұтынушысы атанып отырсыз, яғни клиенті. Бұл сізге, Артур, жеңісіңіз құтты болсын, және де мына бір сый сияпат сізге, және де біздің қатысушыларымызға Жусан Банктың атынан сый сияпаттар табыстайық. Сая, келе ғой. Құрмет қошеметтеріңізбенен сізге Артур мырза мынадай тағы да сыйлық, Айдана сізге сыйлық. 3 ер азаматпен тайталасып, нәзік жанды Айдана жеңіске жетуіне сәл-ақ қалып еді, білмеймін. Сәттілік жетпеді ме, әлде уақыт аз болып қалды ма? Тәуекелдік жетпеді. Тәуекелдік жетпеді деп өзім мойындап отырмын. Құрметті достар, әрбір қазақ бай болуға лайық, бай болу үшін біз қаржылық сауатымызды арттырайық, қаржы туралы толыққанды мәлімет алайық. Кез келген әлемдегі бай адамдардың ең бір үлкен қасиеті, өздері де соған алғыс білдіреді. Ол кітап оқиды. Сондықтан да сауатты ашып, үлкен бизнес әлемінің серкесі атануға бәріміз лайықпыз. Біз қоштаспаймыз, келесі кездескенше күн жақсы. Бұл біздің айтпақшы, құрметті көрермендер, 18 апта бойы сізге толассыз информациялармен бөлісті, қаншама бизнес саласының серкелері келіп, өздерінің лайфхактарымен бөлісті, жеңіске жеткен, жетістікке жеткен адамдардың жолын тыңдадыңыздар. Тыңдап отырсаңыздар, ешкімге оңай болған жоқ. Барлығы еңбектің арқасында, қажырлықтың арқасында және өз-өзіне сенім білдірген адамдар ғана жеңіске жетеді. Сондықтан да жеңісті жемісті күндеріміз көп болсын. Бай, қуатты болайық. Көріскенше күн жақсы. Сау болыңыздар. Және де біздің бүгінгі Байлайк бағдарламасының соңғы шығарылымы, қонақтар сіздер өте сәтті қонақтарсыздар. Өйткені осындай керемет торт, тәтті нан Байлайк бағдарламасы ұсынып отыр. Және де біздің басты серіктесіміз Жусан Банк алғысымызды білдіреміз халыққа осындай керемет ойын подкаст бағдарламаны ұсынып отқаныңыз үшін. Келесі маусымда амандықта, саулықта кездескенше. Сау болыңыздар! Красавчик, Артур. Шах, молодец. Айданочка, молодец. Артур, поздравляю. Вообще баковойдан. Біз ойын ойнаймыз, сұрақ қоямыз, бір-бірімізбен пікір алмасамыз. Нумерологпын айтпашы. Кетчай! Ой, Аллах! Бірінші рет біздің бағдарламада ойыншыларымыздың бәрі. Қарыз барымдар бар болса айта салайыншы. Дөңгелетем, оны жаңағыдай Біздің көріп атқан көрермендер де, мен де оның ішінде өз басым. Құнды ма құнсыз ба, смотря қай кезде.